Қанда тромб пайда болуы бұл керекті функция. Осыны дұрыс түсінбей, соңғы кезде қан сұйылтатын дәрілерді тоқтаусыз көп ішіп жүретіндер көбейген. Себепсіз қан сұйылтатын дәрілерді ішіп жүретін адамдарда микроинсульт алғанда қаны ұйымай, миларына қан құйылып, комаға түсуіне себеп болуда. Қош келдіңіздер арнама. Өзге ұлт дәрігерлерінің сұхбаттарынан аударма ұсынамын. Дүние жүзінде ең көп таралған аурудың түрі бұл жүрек қан тамыры аурулары. Миға қан құйылу, инсульт және жүректен инфаркт болу осы жүрек қан тамыр ауруларына жатады. Жүрек қан тамыр ауруларына әкелетін жағдайлар және бірнеше аурулар бар. Мысалы, қант диабеті, гипертония, семіздік. Бүгін гипертонияға тоқталамыз. Ол қан қысымының артуы, яғни давлениесі жоғары болуы. Осындай жоғары қан қысымы бар адамдардың жүректері күтпеген жағдайда инсульт болып қалмаулары үшін ескеріп жүретін жағдайларды айтып өтемін. Бірінші кезекте жоғары қан қысымы бар адамдар дұрыс тамақтанулары керек. Дұрыс тамақтану дегенде тоя тамақ жемей, мөлшерін біліп тамақтанулары керек. Аз тамақ жегенде аяқ-қолдарыңыз әлсірегендей боласыздар, бірақ бұл өтіп кетеді. Жоғары қан қысымы бар адамдар жейтін тағамының шекарасын білулері керек. Алдыңғы жеп жүрген тағамдарыңыздың көлемін азайтып, кішірек ыдысқа салып алыңыз. Сонымен бірінші кеңес: тамақты бөгіп аяғына дейін жемеңіз. Екінші кеңес: давлениесі жоғары адамдар инфаркттың, инсульттің алдын алу үшін сұйық тағамдарды ішіңіздер және майлы болмауына көңіл бөліңіздер. Мысалы, қойдың еті, қойдың майы, самсаның ішіндегі майы, тамаққа салынатын майлар, осыларды барынша азайтыңыз. Қаншалықты майсыз, химикатсыз тағамдарды пайдалансаңыз, давлениеңіздің көтерілмеуіне ықпал етесіз. Келесі амал: давлениесі бар адамдар жеп отырған тәттілерінің мөлшерін барынша азайтулары қажет. Бүкіл дүние жүзі денсаулықты сақтау ұйымдарында қарны жоқ, қалыпты индексіне ие болған адамдардың күндік қабыл ететін тәттілері 24 грамм болуы керек. Мысалы, бір пиала коланың немесе энергетиктің ішінде 12 грамм шекер бар. Арамызда бір отырғанда 1 литр осындай сусындарды ішетін адамдар бар. Осындай сусындарды сіздерге ішуге болмайды. Құрамында шекері бар. Әрқандай өнімдерді, сусындарды, давлениеңіз болса, үлкен қарныңыз болса, денеңізде артық майларыңыз болса, барынша аз мөлшермен пайдаланыңыз. 24 грамм қалыпты адамдар үшін. Ал қарны бар, артық майлары бар адамдар үшін 24 граммның жартысын, яғни 12 граммын бір күнде жеулеріне болады. Осы қағиданы ұстанбаған жағдайда және қан қысымыңыз көтерілуі мүмкін. Ары қарай басқа да ауруларға ұласып кетуі мүмкін. Қан қысымы жоғары адамдарға келесі ескертетін жағдай: қара, қою шай, кофе, әртүрлі ішімдіктер, энергетик ішімдіктер және зиянды әдеттер. Қан қысымы жоғары адам шылым шегетін болса, немесе шылым шегетін адамның қасында отыратын болса, осы да ол үшін зиянды. Әсіресе қан қысымыңыз жоғары болса, түнде тұрып, яғни кеш жатар алдында тамақтанбаңыздар. Кеш тамақтану бұл қателік. Тамақтанған жағдайда таңертеңге дейін қан қысымыңыз көтеріліп, бетіңіз ісіп, оянуыңыз мүмкін. Зиянды сусындарды, әртүрлі шегетіндерді ішу, шегу, түнде тамақтану, кофе, артық салмақ, фастфудтарды пайдалану қан қысымы бар адамдарды тезірек инсультқа немесе инфарктқа апаратын басты амалдар.
Алақаныңызға тең болатын нанды бір суткада жесеңіз болады. Егер қан қысымыңыз жоғары болатын болса, немесе семіздігіңіз болатын болса, қалыпты жағдайдағы адам болсаңыз, немесе ауыр жұмыста жүретін болсаңыз, нанның мөлшерін көбейтсеңіз болады. Егер қан қысымыңыз жоғары болса, семіздік болса, жүрегіңіз ауырса, ондай жағдайда нанның көлемін, ұннан жасалған өнімдердің көлемін азайтасыз. Мүлдем жемей қоймаңыз. Аз-аздан пайдаланып тұрыңыз. Бірақ арақ, пиво, сигарет, түрлі түсті ішімдіктер, химикаттарды мүлде қолданбау керексіздер. Келесі кеңес: қан тамырларыңыз мықты, жұмсақ болуы үшін, жарылып кетпеуі үшін тамақ рационыңызда пияз, чеснок болсын. Пияздың құрамында табиғи с бар, және көк шай мен лимонды бірге қабылдап жүруіңіз керек. Сол үшін мен сіздерге табиғи рецепт айтатын боламын. Қан қысымыңыз жоғары болса, жүрек қан тамырларыңыздың қабырғаларын қуатты ету үшін және жүректің майда қан тамырларының жарылып кетуінің алдын алатын рецепт беремін. Оған лимонның 10 мл суы және 300 мл қайнаған суға жарты шай қасықпен көк шай саласыз. 1-2 жапырақ жалбыз саласыз. Жалбыздың балғын жапырағын болса да болады, немесе дәріханалардан құрғатылған жапырақтарын алуға болады. Сонан соң осыларға 10 мл лимон суын қосыңыздар. Осы шайды 1 ай бойы кешкі астан соң пайдаланыңыздар. Сонда жүрек қан тамырларыңызды қуатты етіп береді. Осы шайды ары қарай да іше берсеңіздер, инфаркт пен инсульттің алдын алған боласыздар. Осы шайға науат, шекер, бал қосуға болмайды. Тек осылай дайындап ішу керек. Келесі орында: қан қысымы жоғары адамдар лажы барынша таңертең жаттығу жасаңыздар. Ол үшін 10 рет басыңызды айналдырыңыз. 2 иықты айналдырыңыз. 2 қолды айналдырыңыз. Белді, тізені қозғалысқа келтіріңіз. Осы қимылдарды күнделікті режиміңізге кіргізіп қойсаңыз, нәтижесін береді. Көпшілік адамдар жаттығуларды жасамайды. Жаттығу жасау қан қысымының артып кетпеуінің алдын алады. Әр күні 10 000 қадам жаяу жүріңіздер. Әр күні денеден ащы тер шығарып, қозғалыста болсаңыз, қан қысымыңыз қалыпты жағдайға түседі. Стресстен сақтаныңыздар. Мысалы, ұлыңыз немесе қызыңыз жолдасымен ұрысып қалса, жеңіл қабылдауға тырысу керек. Жастар қайта табысар, бірақ сіздің денсаулығыңызды ешқайсысы орнына келтіріп бере алмайды. Өзіңіз қиын жағдайлардан өзіңізді алыс ұстасаңыз, соншалықты өміріңіз ұзақ болады. Өздеріңізді жаман әдеттерден, жаман жағдайлардан, ұрыс-жанжалдардан алыс ұстауға тырысыңыздар. Ұрыс-жанжалдарды жүрегіңізге жақын ала бермеңіздер, сабыр сақтаңыздар. Барына шүкіршілік етіңіздер. Бәрі де уақытша өтіп кетеді. Сол кездегі сабырсыздығыңыздың өмір бойы ауру болуыңызға себеп болуы мүмкін. Инсульт алған адамдардың 99%-ның инсульт алатыннан алдын сол күндерінде ұрыс-керіс жанжалдардың, қатты қайғырудың себеп болғанын айтады. Көңілі ауырған, ашуы шыққан болуы мүмкін. Инсульт алардан алдын оларда семіздік, қан қысымының артуы болған. Енді осыларға жаңағы себептер қосылғанда инсульт алады. Келесі орында ұйқы режиміне көңіл бөліңіздер. Егер сіздің қан қысымыңыз басым болып жүрсе, онда түнгі 11-ден кейін тынығуға тырысыңыздар. Негізі 10-нан 1-ге дейінгі уақытта қан қысымыңызды реттейтін гормондар денеде істеп шығарылады. Сағат 10-да ұйықтасаңыз, ертесіне қан қысымыңыз қалыпты жағдайға түсе бастайды. Өз уақытында ұйықтау өте маңызды.
Түнгі 3-терде ұйықтап ертесіне 10-11-лерде тұрсаңыз да пайдасыз. Кейінгі орында дәрігер давлениеңізге аспирин, тромбопол, тромбоаз, ацетилсалициловая кислотаны қан сұйылтады деп жазып берсе, бірақ анализіңізді тексермесе, анализ тексермей, қанның нормада ма, немесе сұйық қою ма тексермей беретін болса, ондай дәрілерді қабылдамаңыздар. Анализде қаныңыздың қоюланғаны, тромб пайда болу қаупі анықталса ғана осы дәрілерді қабылдаңыздар. Онда да артериал қан қысымыңызды реттейтін дәрі-дәрмектермен қан қысымыңызды қалыпқа түсіріп, сонан соң барып осы дәрілерді ішуге болады. Клиник протоколдарда қан қысымы қалыпты жағдайға түскеннен соң, қанда тромб болу қаупі артқанда ғана, құрамында ацетилсалициловая кислотасы бар кардиомагнил, тромбоаз, тромбопол дәрілерін осы жағдай қалыпқа түскенше уақытша қабыл етілсін делінген. Неге бұл дәрілерді анализ қандағы өзгерісті көрсеткенде ғана ішу маңызды, және басқа кездерде ішу зиян? Қанда тромб пайда болуы бұл керекті функция. Осыны дұрыс түсінбей, соңғы кезде қан сұйылтатын дәрілерді тоқтаусыз көп ішіп жүретіндер көбейген. Себепсіз қан сұйылтатын дәрілерді ішіп жүретін адамдарда микроинсульт алғанда қаны ұйымай, миларына қан құйылып комаға түсуіне себеп болуда. Бұрынғы кезде осы дәрілерді қабылдамай жүрген адамдарда микроинсульт алғанда миындағы майда тамыры жарылып, қан шыққан жерінде тромб пайда болып бекітетін еді. Солай микроинсульттен аман қалатын. Менің бұл сөздерім бұл дәрілерді ішпеу керек деген сөз емес. Терең ойланып, дәрігеріңізбен кеңесіп көріңіз. Қанның қысымын қалыпты жағдайға түсіру үшін дәрігердің берген дәрілерін уақытымен ішіп жүріңіз. Дәрігеріңіз қан тамырларының қабырғаларын кеңейтіп, қан қысымын қалыпты жағдайға келтіретін енап және соған ұқсаған дәрілерді тағайындаған болса, өз уақытымен қабылдаңыздар. Қан қысымыңыз қалыпты жағдайда болса, жоғарыда айтылып өтілген амалдарды жасап жүріңіз. Сонда дәрі-дәрмекті қажет етпейсіз. Ол үшін артық салмақтан сақтаныңыз. Жеңіл тамақтармен тамақтаныңыз. Тамақтану, ұйқы режимдерін реттеңіз. Дене қимылын көбейтіңіз. Артериал қан қысымы бұл ауру емес. Бұл салауатты өмір салтын ұстанбағандықтан пайда болған. Тексерілмеген түрлі компаниялардың дәрілері мен баттарын қолдана бермеңіздер. Осымен аударманы аяқтаймын. Егер ақпараттар пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, осы видеоны өзіңіздің жаныңыз ашитын дос-жарандарыңызға, туған-туысқандарыңызға тарқата отырыңыздар. Олардың да осындай кеңестерімді тыңдағанына себепші болыңыздар. Тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет.